өмірден өткеніне 20 жыл және тірі болған кезде дәл бүгін 23 ақпан күні әкеміз 90-ға толар еді деп, әкелерін ардап Құран бағыштап, ауыз ашар қасиетті Рамазан айында үлкен сауап алсақ деп, әкемізге дұға бағыштасақ деп жайылып жатырған дастархан. Сондықтан бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Және де өткенде 15 күні ауылда Құран бағыштап ас берген болатын. Бұл дастарханда Астанада қаншама ағайынның басын қосып, осындағы жақын жуықтың батасын, дұғасын алайық деген ниетте қызы Қарақат пен күйеу баласы Қыдырәлі арнайы дастархан жайып отырған жайы бар. Сондан Алла сауаптан жазсын. Мына сарарқан жасыл жайлауым, көрінген белге көшемін, жүгімнің шешсем байлауын, өз үйім, өлең төсегім деп, Серік Ақсұңқар ақын жырлаған Сарыарқаның сары даласында менің әкем 1936 жылы дүниеге келіпті. Ол туған жердің топырағына маңдай терін төгіп еңбек еткен ерекше жан еді. Біз енді Сарыарқа дейді. Сарыарқаның мекендегі Алтай Артықтың баласымыз Жаңарқа ауданы деген аудандан, сол ауданда ата-бабаларымыз өсіп еңбек етіп мекен қылған әлі солай. Құран оқытылып, ас беріліп жатқан үлкен кісі Таудай ағамыз, біз арнайы Қарағандыдан, Жайремнен, Жаңарқадан елден келіп отырмыз. Жаңа айтып кеткендей туған бауырлары боламыз. Ағамыз марқұм жатқан жері жәннаттан болғыр Түлкібай Аманжолұлы бір әулеттің үлгісі. Әкеміз Аманжол мен анамыз Динаның тұла бойы тұңғышы. Анамыз 14 құрсақ көтеріп, түгің ағатайым тұңғышы болса, мен кенжесімін. Арамыз 27 жыл. Бұл жалғанда жетеуміз тіршілік еттік. 70 жыл біреуге көп, біреуге аз шығар, бірақ ағатайым үшін аз еді. Ауру деген адамды таңдамайды. Bir gün ауырмаған, bir gün ауруханаға жатпаған, bir укол салдырмаған Қайран ағам аяқ астынан жұққан дерттен 70 жасында, 70-ке толған жылы жазда о дүниелік болып кете берді. Бірақ ол кісінің жасап кеткен істері, қылған қайрандары, айтқан сөздері, жазып кеткен өлеңдері, өсиеттері, ең бастысы көрсетіп кеткен сара жолы бізге әлі де алдымызда шамшырақ. Ағатайым намыстан жаратылған намысшыл тұлға еді. Қарақаттың фамилиясы Әмірдейді. Қыдырәлі, сенің осы Қарақатты қолтығынан демеп, осындай біздің жан бауырымыз, Асқар тауымыз, Ағар көліміз, бұлағымыз, Ағатайымды 20 жылдан кейін еске алып, бүгін ораза айында ас беріп жатыр екенсің деп жандарым. Сауаптан жазсын. Мен айтайын, Ағатайым бізге жаңа бауырым айтып кетті, ерекше еді. Біз отырғанда бір үстелден артық 2 үстел болатынбыз. Содан бері 3 бауырым арыстай, әрқайсының орны бөлек 3 бауырдан айырылдық. Қазір енді бүгін мінекей мына өнім ғана келіп отыр, 2 ағамыз ауырып жатыр. Сондықтан Қақат құлыным, бүгін мінекей сенің осы әкеден ерте қалсам да, шешеден ерте қалсам да, мен Ағатайымның арқасында арқадай ақыранып, менің жетім екенімді, менің әкемнің жоғын, шешемнің жоғын білдірмей осы дәрежеге жеткізіп кетті.
ағатайым қай жағдайда қандай қуаныш болсын, қандай ренжіс болсын, бірінші мені қасына отырғызып алып, кішкентай томпиған тәтем тіккен көрпесі бар. Үйге қандай сыйлы қонақ келсе де бірінші қасына мені отырғызып алып, қасындағы ең тәуірін менің алдыма тосатын. Сөйтіп жүрген ағатайымнан айырылдық. Оған да 20 жыл өтіп кетті. Қағатым ол кезде кішкентай ғана балапанмын. Ағатайымның әр баласы біз үшін ерекше, ол салып кеткен жолы, барлық баласын жақсы көреміз. Қақат құлыным, сен елдің адамысың. Сертімен уәдесіне адал жаны, таз еді бұрынғының адамдары. Түлкібайдай әкеге сағыныш қой, ең жып-жылы естелік санаңдағы. Тірі болса 90-ға толар еді, тойдың көркін келдіріп араңдағы. Жаңарқаның беделді азамат ет, еркіндікті сезінген далаңдағы. Арғын Алтай тараған руынан, тектілікті сіңіріп бабаңдағы. Бір кісідей болған мен әншілігі, зоотехник оқуын тәмәмдады. Еңбегі көп 5 маршыл ауылына, жол салдырып қажырын оларынады. Әкемізге 16 перзент сыйлап, форматы ас болып саналған мен, арасында қол соғып отырыңдар ай. Маңайына шуағын тарататын, ән салып кеше батып таң ататын. Мен былтыр ата-анама той бергенде апамның көріп едім шарапатын. Қызмет қылу інілік парызым ғой, қос дүниенің көріңіз бәрәкатын. Қасыңызда ақ жездем Қыдыр әлі, бойына жиған өнер алапатын. Апамды сахнада жарқыратты, әкейдің қабыл алып аманатын. Халық болып қуанық шын жүректен, Ұлытау топ алғанда марапатын. Құдайым аман қылсын деп тілеймін, қазақтың Қыдыры. Қазыналы қатпарым ғой, қара хат алталашқа мақтаным ғой. Ауапа Айшолпанды таныдың ба, туған күнге келмеген сотқарым ғой. Бала көзден зор үміт күткен құсап, баяғыдан бауырында баптадым ғой. Ринат Зайытовтан тәлім алып, өлеңін Олабайдың жаттадым ғой. Апамыз шап деп егер айтпай қалса, ағайын мен шынымен шаппадым ғой. Кешірім сұрау үшін келіп тұрмын, сіздерден артық әпке таппадым ғой. Өзгелердей текірейіп өтіп кетпей, алдыңда тізе бүгіп тоқтадым ғой. Қасиетті Рамазан айы келіп, апамнан кешірім сұрап жатқаным ғой. Апамаған бата бердің өсіп өндеп, бірде әр адамның әкесі бар, Түлкібайдай әкеңі сенде ғана. Ол барда жанарыңнан жырақ қайғы сөздері сеніміңді қуаттайды. Атамыздың Түлкібай аты тұрғанда, сіздерді ешкім келіп жылатпайды, сіздерді ешкім келіп құлатпайды. Бар әлем сүйсінетін
берсең алтайың бар, біріксе алынбайтын тас қамалдар. Ал ендеше оразан қабыл болып, келдірмей жаман атақ ұрпағымыз, ұлт үшін қызмет етсін жақсы адамдар. Мына Қыдырәлінің ағасы ретінде, Болман ақынның ауылының баласы ретінде, Қыдырәлінің бойында бұл қасиет қайдан келгенін білсек, бүгін жаңа Түлкібай ақсақал мен Қаламқас анамыздың әңгімесін естіп, ұлағатты сөздерін естіген соң, бәріміз сыртынан риза болып жүретін, Қыдырәлінің барлық тұрғысы риза болып жүретін, біздің киеліміз Қарақаттың бойындағы осы ғажап қасиеттер өнерден басқа қосып алғанда қайдан шыққанын, терең тамырын жақсы түсінгендей болды. Сондықтан да бүгін бір ғажап бас қосу, ғажап бір ғанибет отырыс осы ұзағынан болсын. Қыдырәлі, Қарақат, сіздер халыққа абыройлы қызмет жасап жүрсіздер. Сіздер жүздеген мың жастарға үлгісіздер. Отбасылық дуэт ретінде сіз шанасы көрді қызын алды, тура Қаламқас шешеміз қандай, Қарақат сондай болды. Жаңа мына жерде сөйлеп тұрған мен апам Қыдырәлінің арқасында деген сөзді біреуіңіз байқадыңыз, біреуіңіз байқамадыңыз. Не деген даналық. Болып атқан Түлкібай атамыздың асы, бірақ күйеу баласынан көрсетіп отқан құрмет ерекше, өйткені қазақта еркектің аты бәрі екен. Қыдырәлінің арқасында деп сөйлеудің ар жағында Қыдырәліға деген үлкен құрмет жатыр. Мен Қыдырәлінің досы болғандықтан емес, мен Қарақаттың бір жағынан ағасымын. Бірақ екі тандем қосылып, қазақ өнеріне қаншама өзінің үлесін қосты. Ұйымдастырушылық қабілетімен, өзінің әншілік қабілетімен, музыкалық қабілетімен, басқа да қабілеттермен қаншама қазақ руханиятына үлес қостыңдар Қыдырәлі, Қарақат. Енді бүгін үлгі қылып жатсыңдар. Мына Құранның аяулы, Қыдырәлінің қыдайке деп бағасын білген, осындай керемет, осындай менің сендей қарындасым барымыз мақтанамыз. Қабыл болсын. Өліне еске алып, өлген адам оларды көзден тастаса, өлі дөшке ешкім оны еске алмаса, шәкәрім айтады ғой. Шынында біз еске алмаса, біз дуа қылмаса, тарихтың қойнауында кете береді екен. Жаңа әкемізді көріп отырып, талай нәрсе еске түсіп отыр, бір топырақтың адамымыз ғой. Баяғыда 5 маршалда отыратын, алсайдың 5 шалып отырып, қияқ. Отырып елге ақыл айтқан ғой, сол жұрт жердің 5 маршал деп қойып тастаған. Сол 5 маршалдан қалған генерал, полковник тұяқтар ғой жаңа әкеміз. Өзінің ызларынан байқап отырған шығар. Сол мыс, сол тектілік, сол жақсылық ұрпақтан, Бекболаттардан, мен емес, кіші Бекболаттардан жалғасын тапсын. Аллах акбар. Сіздер оқыған Құрандарымыз қабыл болсын. Осы атама Алладан бала тілегенде артымды жоқтатпаса екен, ертең Алланың алдына қайтқан кезде артымнан Құран оқытып, іздеуші бар деген сөзді айтқысы екен деп армандайды екен. Сол арманын орындап жатырсыздар. Алдыңғы буын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлілер баяғыдай көрінер деп Хакім Абайдың өзі айтқандай, уақыттан жылдам, уақыттан жүрдек ештеңе жоқ Қарақат. Түкең нағашымыздың Алланың алдына қайтқанына да 20 жыл болған екен, күні кешегі секілді. Расында да бағана Иранғайыпменен кездесіп қалып сұраған кезде айтып жатырмын. Түлкібай ақсақал үлкен қазыналы қариялықтың жүгін көтеріп кеткен кісі еді деп жатырмын. Жақсы адам қартайса қазына болады. Ақылсыз адам 8 қызым бір төбе, кенжекейім бір төбе демекші. Осы өмірінің кейінгі жылдарында сол Түлкібай нағашымызбенен Қаламқас тәте өзіңнің өнеріңе мағұрланып, сен ән айтқан сайын ол кісілердің өмір ғұмыр жасы ұзарды деп ойлаймын. Сен Алаштың алақанында елдің еркесі болып, қазақ өнерінің көгіне қанат қаққан кезде ол кісілерден бақытты адам болған жоқ шығар. Сол ата-ананың аманатын, ата-ананың үлкен парызын ақтап келе жатсыңдар. Жаңа бейнефильмнің ішінде Түлкібай ағамыз сөйлеп отырып, арасында күйеу баланы алыстатуға болмайды, күйеу балада бір балам деді ғой. Сол айтқандай, Қыдырәлі, сіз сол ата енеңіздің балам деген сөзін ақтап келе жатырсыз. Жаңа өзің сұхбатында да айттым, сол ата енеңе деген көңіл құрметіңнің бір белгісі. Kırmaya geldim
берекелі болсын. Тура сол айда беріп жатқан ауылдастардың Алла қабыл қылсын. Алла не берсе де қайырмен берсін. Сөйлей беруге болғанмен енді кісілерге уақыт тарауып бар болғандықтан басқа өзімше тұжырып сөйлеген болып жатырмын. Қыдырәлі, Алла разы болсын. Жігіт сендей ақ болсын. Абай айтады ғой, әйелің сені сүйсе, сен де оны сүй, қожаң суып келеді, кей сасықмайды. Әйеліне сәл-пәл бірдеңесі асыңқырап кетсе, қожаң суып келіп, соны бір кемшілік көріп қалған емес, қолына баптарын құстай қылып ұшырып біздің қарындасымызды осындай дәрежеге жеткізгенде жаңа апам айтпақшы, сенің үлесің бұл жерде. Сенің үлесіңді ағасы ретінде, басқасы ретінде Қыдырәлі, әуел азамат ретінде саған біз рахмет айтамыз. Білімнің мейрамханасында бүгін тағы да біздің бір қуанышымыз. Бүгінгі қуаныш енді жөні бөлек, әкемнің асы. Әрине осы жердің дастарханы өте дәмді болған соң, ішінде уют, жарық, қонағымды әдемі күтіп алатын, ұялмай күтіп алатын мейрамхана болған соң, осы жерді таңдады. Сендердің Құдайға шүкір ата-аналарың бар шығар. Соны тіршіліктес, қадірін біліңдер, сыйлаңдар, құрметтеңдер, батасын алыңдар. Енді бізде анамызды әкемізден кеткеннен кейін, бірақ мен бір нәрсеге шүкір етемін. Сол тіршілікте сол кісілердің батасын алдым, өскен, өнген дұрыс адам болғанымды көрсете алдым. Сондықтан да батасын берді, ризашылығын айтты. Ал адамзатқа ол ер болсын, ол қыз болсын, ата-ананың батасын алудан артық бақыт жоқ. Соны тілеймін сіздерге, бүтін болыңыздар, бар болыңыздар, болашақтарыңыз жарқын болсын, қазақ елінің мақтаулы ұл-қыздары болыңыздар. Осындай алғысқа әрқашанда бөлене беріңдер. Мың алғыс. Көрсеткендер. Бұрынғы Багратион, қазіргі Royal Ballroom мейрамханасының барша әкімшілігіне, барша қызметкерлеріне, жастарға мың алғыс. Өте бәрі күшті болып деп мақтап жатыр. Рахмет.